Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Әлемдік нарықта бренд маркалы мұнай бағасы 14% қымбаттады. Соңғы уақытта қара алтынның бұл түріне сұраныс артып келеді. Себебі тамыз айының алғашқы күндерінен бері оның бағасы 42-ден 48 долларға дейін өсті. Сондықтан бірқатар мұнай өндіруші мемлекет өкілдері ОПЕК пен белсенді қарым-қатынас орнатуға бейім екенін хабарлады. Басым бөлігі нарықта тұрақтылық орнатуды ойлайды. Айта кетейік, бұл жағдайға таяуда Катар астанасында өткен ең ірі қара алтын өндіруші 18 елдің делегаты қатысқан жиын оң әсер етті. Бірақ сол басқосуға Иран тарапы қатыспай, санкцияның жақында ғана алынғанын алға тартты. Дегенмен халықаралық энергетикалық агенттігі ұсынған болжам көңіл қуантпайды. Соған сәйкес келер жылы мұнайға деген сұраныс азаяды деп күтілуде. Қостанай облысында астық жинау науқаны қарқынды жүргізілуде. Фермерлер биыл рекордтық өнім алуды жоспарлап отыр. Сондықтан науқанды мерзімінен бұрын сәтті аяқтау үшін арнайы стратегия дайындалды. Аймақта бұрын соңды болмаған жиын терім жұмыстары жүргізіліп, мол өнім алмақпыз. Алдын ала болжам бойынша ол 5 миллион тоннаға жетеді. Бірақ бұл санға аса мән беруге болмайды. Барлығы жиын терімнің сапалы жүргізілуіне байланысты. Жұмысты ең қысқа мерзімде аяқтауымыз керек. Алқапқа комбайнның бірнеше түрі жіберілді. Ауыл шаруашылығы министрінен астық бағасын белгілеуді сұрадым. Оның 1 тоннасы 25 мың теңгеден сатылады дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Алматыда асфальт төсеудің жаңа технологиясы пайда болды. Жергілікті әкімдік жобаны германиялық әдіске сәйкес жүзеге асырып жатыр. Жол салуға арналған тың технология жарамдылықты 100% қамтамасыз етіп, пайдалану мерзімін 50%-ға арттырады. Оған жұмсалған қаржы бірнеше жылдың ішінде қайтарылады дейді мамандар. Жалпы Алматыға аязға төзімді асфальт қажет. Бір ерекшелігі жаңа өнімді 1,5-нан 15 сантиметрге дейінгі жабынды ретінде қолдануға болады. Әзірге оңтүстік Астананың 2 орталық көшесі осы жобаға сәйкес жаңартылды. Енді оның авторлары өзге де аймақтардың жергілікті әкімдіктеріне технологияны ұсынуды жоспарлап отыр. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.